Аллаға шүкір, Алла бізді жаратты, сансыз, шексіз нығметтер нәсіп етті. Алла бізге өмір берді. Осы өмірдің қадірін түсінуіміз керек. Өйткені сіздерге бір сұрақ қояйық. Жалпы біз өлеміз ба, және өлмейміз ба? Бір ғана жауап, өлеміз болды. Яғни өлмейтін адам жоқ. Демек біз қазір тірі болсақ, бізге алдағы уақытта өлім келе жатыр. Таяп қалды. Имам бүгін жұма күні намазға дейін жаназа намазына барып келді мысалы. Демек біз бір адамның қайтыс болған естідік қазір. Бұл хабар бәрімізге естілді. Бұл не деген сөз? Алла Тағала тарапынан бәрімізге ескерту. Ендігі кезек сенікі дегендей. Енді екінші сұрақ, қашан? Үшінші сұрақ, қалай? Төртінші сұрақ, кім болып? Сұрақтар жетеді бізде. Және оның барлығын бір ғана Алла біледі. Қашан, қалай, кім болып, немен, қандай жағдайда? Бір Алла біледі. Бірақ жоғарыда айтып кеткендей, бәріміз өлеміз. Бұл бәрімізге ашық, анық, белгілі нәрсе. Және адамдардың арасында, және біздің түсінік бойынша қателесеміз. Кім өледі деген кезде біздің дүниеге деген, осы өмірге деген соншалықты деңгейде құнығып кеткендігіміз. Өлсе кәрі өледі деген түсінік бар ғой. Яғни қартайғанда өледі шығар деген түсінік бар да бізде. Неге қателесеміз ғой? Жоқ. Шал мен кемпір өлмейді басқан кезде. Яғни барлық адам баласы қартайып өлмейді. Ажалы келген өледі. Яғни қашан уақытың келеді, уақыт сағаты, сол кезде өлесің. Өйткені имам болып істеп жүрміз, дін жолында жүрміз, сол кезде қаншама жаназа шығардық. Сол өлген адамдардың көпшілігі жастарда негіз. Жастай. Басқан кезде 50-ге жетпей, 40-қа жетпей және көбісі, өйткені жастықтың буымен әртүрлі нәрсеге қатысады, әртүрлі нәрсеге басын тігеді, жұлқынып тұрған кез ғой. Машинаның жай қатты айдайды дегендей, тауға шығады, ағаштың басына шығады, және төбелеседі енді. Жалпы ұрыншақ болады ғой. Қартайған адам, қарт адам, ол енді денсаулығы жоқ. Алла ғұмыр берген екен әйтеуір. Сөйтеді де жыбырлап жүреді мысалы. Күш қуаты жоқ. Сөйтеді де Құдайдың берген ғұмырын кешеді. Бірақ жастар жұлқынып тұрған кезде, әртүрлі нәрсеге басын соғып жүрген кезде бір нәрсеге ұрынады да, ажал содан болады. Сонда жаңағы мешітте жүрген кезде жастардың көп кетіп қалғанын көп көреміз біз. Алла Тағала бізге салиқалы, соны берекелі, хайырлы ғұмыр берсін. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям "Мән тала умруху ва хасна амалуху" деген хадисі бар. Пайғамбарымыздың сөзі не дейді? "Мән тала умруху", кімде кімнің ғұмыры ұзақ болса, көп жасаса. Бізде негізі дұға жасаған кезде естіп қаламыз ғой. Жасың ұзақ болсын, 100 жаса дейді, жатады ғой. Субханалла, ол қанша ұзақ жасасаң да, Құдай сүйер қылың болмаса, Алла жақсы көретін амал болмаса, ол бекер. Пайғамбар айтты ғой, "Мән тала умруху", кімде кімнің ғұмыры ұзақ болса, өмірі ұзақ болса, көп жасасаң. Уә және дейді да, құр ұзақ өмір сүруді айтып тұрған жоқ. Және деген сөзді қосты ғой. Хасуна амалуху, амал, хайырлы амалдарымен бірге болса. Яғни ұзақ өмір сүрумен бірге жақсы амалдарын қатар жүру керек қой шын кезде. Құр жаңағы ішіп жеп, ойнап күліп, құр жылдарды өткізіп, құр таңмен кешті батырып, ертең қартайған шақта жастарға айтар ақылың жоқ, не Құдай сүйер қылығың жоқ болып, жаңағы көріп жатамыз ғой енді, жаңағы ата бір бата берсеңші десе, бере бер. Енді субханалла, енді ұяласың ана жерде. Ол кісінің немересімен жастымыз мысалы. Үлкен кісі ғой деп жаңағы қыз бата берген кез. Бұның барлығы жас кезде білімге деген ізденістің аздығы болып қалуы мүмкін. Немесе ол
уақытты дұрыс пайдаланбай өтіп кеткеннен кейін Абай атамыз айтқандай, қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді ғой жаңағы. Әттең ай, жаттау қабілетім жақсы кезде, көзім көріп тұрған кезде үйреніп алу керек еді. Сол кітапты оқып алу керек еді. Қасында жүрді ғана имам. Содан барып үйреніп алу керек еді. Кетіп қалғанда деген сияқты өкініп қаламыз да. Өкінгенмен бекер болып қалады. Егерде осылай қазір құлағыңыз естіп тұрған кезде, көзіңіз көріп тұрған кезде, тіліңіз сайрап тұрған кезде, бәріміз керемет сөйлейміз жаңағы саясат, бір өсиет болған кезде жаңағы бас қосқан кезде жібереміз ғой. Сен қоя тұршы дейсің де жібереді жаңағы. Бермейміз ғой сөзді. Бірақ ол Құдай ұнататын сөз болмаса, ертең өзімізге қарсы құжат болады ол. Өйткені екі жағымызда екі періште бар, кираман катибин. Не кираман катибин деген сөз мағынасы ардақты періштелер. Ардақты, яғни оларды Аллах Тағала ардақтылар деп айтты ғой. Құрметі бар да Алланың алдында. Мысалы айтайықшы, жалғыз қалған кезде біз үйде ешкім жоқ кетеді. Адам баласы көп күнәға түседі негізі. Адамдардың арасында біреу қарап тұр ғой, қасында анау отыр ғой деген сияқты сәл өзін ұстайды. Ұяты бар болса. Бірақ кейде бөтен ешкім жоқ па дейді, болды, әңгімені айта береді, интернет жаман нәрсе көре береді деген сияқты жаңағы. Өзіміз ғой деп қояды да. Субханалла. Адам баласы қараңыздаршы соншалықты деңгейде жаңағы сараң ғой, ұмытып кетеді да. Инналлаха самиун басирун. Алла Тағала естуші, көруші. Алла Тағала бізді әрдайым естиді. Алла Тағала әрдайым бізді көреді. Қайда болсаң да. Субханалла, Алланың құдіретін қараңызшы. Уама қадараллаха хаққа қадырихи деген айт бар. Олар Құдайын қадіріне жетіп танымай жатыр дейді. Біздің күнәға қайта түсіп кетуіміз негізі бар ғой. Кеше күнә жасап қойдың. Болды, бүгін күнә жасамайын десең де, бүгін тағы да күнә жасап қоясың да. Күнә жасамаған күніміз бар ма өзі, субханалла. Көзбен, құлақпен, ауызбен, қолмен, аяқпен. Құранда Аллах Тағала кейбір жаман ойлардың өзі күнә деген ғой. Яғни ойлаудың өзі да. Субханалла, сонда күнә жасамай жүрген күніміз жоқ қой. Бұның барлығы не үшін деген кезде біз Құдайды әлі де мүмкін 20, 30, 40, 50, 60, 70-ке келген шығармыз да, бірақ осыншалық өмірде әлі де Құдайды дұрыс тани алмай жатырмыз ғой. Танығанда едік біз, яғни Құдайды соншалықты деңгейде жақсы танудың дәрежесі бар. Ол ихсан дейді, білесіздер, ихсан дәрежесі дейді. Ихсан деген не деп пайғамбарымызға сұрақ қояды, білесіздер. Сол кезде сенің Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың дейді. Субханалла, егерде біз Алланы көрсекші, Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасасақ, қалай құлшылық жасаймыз? Алланы біз әрдайым көрген болатын болсақ, біз мүлдем күнә жасамаймыз ғой. Бірақ біз Алланы көре алмаймыз, дұрыс па бұл өмірде? Алланы көре алмаймыз. Олай болса, Алланың сені көріп тұрған есінен шығарма дейді. Бізде осы нәрсе жоқ. Ал сіз намаз оқыған кезде, мысалы, намаз оқып тұрған кезде Алланы көріп тұрсаң, мысалы, қалай құлшылық жасайсың, мысалы, қалай ораза ұстайсың? Алланы көріп тұрсың ғой, сені көріп тұр ғой. Сол кезде сіз намазды барынша дұрыс оқуға тырысасың. Бұлай жалтақтау жоқ, басқа нәрсе ойлау жоқ, алдында Раббың тұр сенің. Ол сені көріп тұрғаннан кейін жаңағы, сен оны көріп тұрғаннан кейін намаз дұрыс оқуға тырысасың. Демек біз Алланы көре алмағаннан кейін күнәға түсіп кете береміз. Бірақ пайғамбарымыз сосын не деп айтты? Сен Алланы көре алмасаң дейді, Алланың сені әрдайым көріп тұрғанда есінен шығарма дейді. Бұл не? Бұл ихсан дейді. Егерде біз осы ихсанға барсақ, жаңағы жоғарыдағыдай сезім болса бізде, Алланың бізді әрдайым көріп тұрғаннан ешқашан есімізден шығармайтын болсақ, біз күнә жасамаймыз. Сондықтан да біз осыны ұмытып қоямыз. Сондықтан да күнәға қайта түсіп кете береміз. Ілім алуымыз керек, уақыт өтіп жатыр. Мына жоғарыда айттық, бәріміз өлеміз дедік, Аллаға қайтамыз. Кейбір адамдар бар, сұрақ қояды бізге. Молдеке, осы арғы дүние бар ма дейді, яғни о дүние бар ма дейді.
бір сказка ертегі айтып отырған сияқты боласың жай. Өйткені біз имамдар арғы дүниені айта береді, жәннат пен дозақты айта береді. Қашанға айта бересіңдер дейді ғой негізі. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, құрметті Алланың сүйікті құлдары, біліп алыңыздар, сіздерге де сондай сұрақ қойылған кезде, қойшы арғы дүние жоқ қой дейтін біреулер болса егер де, Алла сақтасын, Алла хидайет берсін оған. Алла тағала сізбенен бізді осы күпірліктен құтқарды, иман нәсіп етті. Бірақ ол сөз өте ауыр сөз. Дозаққа түсіп кетуіңе болады уже, Алла сақтасын. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы пайғамбар. Және сондай-ақ оған дейінгі бүкіл пайғамбарлардың айтқан сөзі Қулу ла иляха иллаллах. Айтыңдар, Алладан басқа құдай жоқ деп. Яғни Алладан басқа құдай жоқ екендігіне бүкіл пайғамбарлар шақырды. Және өлгеннен кейін қайта тірілесіңдер. Арғы дүние бар. Жәннат тозақ бар. Ертең қияметте Аллахтың алдында тұрамыз. Махшарға жинайды. Қабір азабы болады. Осының башқаңызда арғы өмір ғой, арғы дүние. Бүкіл пайғамбарлар, имамдардың сөзі емес бұл. Имамдардың ғана айтып жүрген. Біз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның жеткізген дінін мойнымызға арқалап, дінге қызмет етіп, Алланың қызметінде жүрген дін адамымыз мысалы. Біздің мойнымыздағы нәрсе. Сондай-ақ уағыз айту, дінді жеткізу имамның ғана жұмысы емес. Мен мұсылманмын деген әрбір жүрегінде иманы бар мүмін мұсылманның міндеті. Өйткені жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару әрбір мұсылманның парызы. Өздеріңіздің жаттаған ең қысқа сүресі Аср сүресі болса, Уәл Аср сүресінде уатавасау бил хақ дейді мысалы. Ақиқатты бір-біріне үгіттескендер дейді. Шындықты бір-біріне айтқандар дейді. Досыңыз егерде күнә жасап жүрсе, жақыныңыз күнә жасап жүрсе, оған сол нәрсенің харам екендігін, ол нәрсе Аллаға ұнатпайтын амал екендігін айтуыңыз сізге міндет. Қойшы, өзі біледі ғой. Білген істесін деп жүрсеңіз, ертең Алла сізден сұрайды. Ескерту мүмінге пайда береді дейді. Бұл міндет. Жақыныңызды жақсылыққа шақырмасаңыз, жүр мешітке барайық демесеңіз, бұл харам, Алла бұл нәрсені ұнатпайды деп айтпасаңыз, егерде Алла сізден сұрайды, неге айтпадың деп. Сондықтан арғы дүниені айту имамның ғана жұмысы емес, бүкіл пайғамбарлардың миссиясы болған. Өйткені иманның 7 шарты болса, Аллаға, пайғамбарларға, періштелерге, кітаптарға, тағдырға, өлгеннен қайта тірілу және қиямет дейді. Осының біреуін босын жоққа шығарса, ол адам мұсылман емес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Заликал китабу ла райба фи худал лилмуттақин. Алла Тағала Құранда Бақара сүресінде айтады, міне бұл кітапта күдік жоқ дейді. Заликал китабу ла райба фи. Күдік жоқ дейді міне бұл кітапта. Худал лилмуттақин, және сол Құдайдан қорқатындар үшін тура жол дейді. Аллазина юъминуна бил ғайб. Ғайб дегеніміз көзге көрінбейтін нәрсені айтамыз. Ғайб. Ал Алла, бұл өмірде біз көрмейміз Құдайды, иә. Енді ғайып қой енді. Пайғамбарларды біз көрген жоқпыз. Сіз қай пайғамбарды көрдіңіз мысалы? Көрген жоқпыз ғой. Бірақ келгендігін естідік, хабар жетті ол. Біз соны көрмесек те пайғамбарларды, иә, бізден бұрын пайғамбарлар келген деп иман келтіреміз. Ғайып. Хабар жетті, бірақ Алланың бар екендігіне хабар жетті. Періштелер бар, көрген жоқпыз, ғайып. Бұған да сенеміз. Немен? Иманмен. Егерде біз материалист болсақ, кәне, Алла сақтасын, білесіздер ма? Мен мынандай адамды көргем. Құдай бар болса, әкеліп қойшы мына жерге деген ғой. Астағфирулла. Сонда сенем деген адам көрген мен. Астағфирулла. Алла Тағала бізге иманды нәсіп етті. Сол иман көзімен біз Алланың бар екендігін білеміз. Иман болмаса, жаңағындай ауыр сөз айтамыз, Алла сақтасын. Ондай адамдар көп бізде. Ол бола береді негізі. Сондықтан Алла Тағала дүниені сүйген құлына да, сүймеген құлына да береді дейді. Ал иманды сүйген құлына береді дейді. Енді өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Демек бізде иман бар болса, біз Алланың сүйікті құлымыз ба? Иә деген сөз ғой. Алла сізді жақсы көреді.
Алла сізді жақсы көреді, өйткені иманды берді да. Егер де сіздің бір жақыныңыз бір қымбат дүниені сыйға берсе, сіз оны қалай қорғайсыз? Бағалы зат қой анау, енді арман да, енді соны берді, соны бүйтіп тастай салмайсың ғой, қорғайсыз да. Досың берді, әкең берді, сақтайсың. Біреулер мойнына тағып алады, біреулер қорапқа салып қояды, итпен күзетіп қояды, көп қой енді. Субханалла, құрметті бауырлар, Алла тағала бізге иманды нәсіп етті, ал ол иманды ешкім бере алмайды, сатып ала алмайсың оны ше. Ал берілген нәрсені Алла тағала қайтарып алады екен да, егер де біз оны қорғамасақ. Иманды қорғау керек екенбіз. Иманды қалай қорғаймыз? Иман жүректе болса, біздің айтып жүрген мына сөзіміз бар ғой, мына сөзді көбіміз айтқан шығармыз, бәріміз айтатын шығармыз. Иманым әлсіреп кетті, иманым әлсіреп жүр деген сөз айтамыз ғой. Бұл нәрсе сізге сигнал. Дереу сол иманыңды қорға, дереу сол иманың әлсіреген болса, сол дереу иманың күшейді деген сөз ғой былайша айтқан кезде. Өйткені иманы әлсіреген сайын сіз күнәға көп түсе бересіз. Күнәға түскен сайын бір күні ақиқаттан алыстап, қараңғылыққа батып, бұғып, одан кейін қайтадан құлшылық жасауың, одан кейін қайтадан мешітке баруың, одан қайтадан ілім алуың қиындай береді, шайтан желкеңе отыра береді, басың салбырап, күнәға белшеңнен батып, одан кейін Алла сақтасын, діннен шығып кетесің. Ең соңғы күнәні істей берудің нәрсесі, ең соңында діннен шығаратын күнә қалып барады. Қойшы сол намазыңда деген сөздер бар мысалы. Басында жақсы едің ғой, жұмаға барып жүрген адам едің ғой, уағыз тыңдайтын едің ғой, не болды саған десең, қойшы. Өйткені иманы бар еді, Алла берген еді, оны сақтамаған, қорғамаған. Иманды қалай сақтаймыз? Қысқа нұсқа айтайық. Иманды сақтау керек біз. Мешітке келуді үзбеңіздер. Жұмысыңыз көп болып, қарбалас болсаңыз да, аптасына бір рет жоқ дегенде мешітке келуді міндеттеңіз өзіңізге. Бір апта мешітке келмедіңіз ба, өзіңіз айтыңыз, құрыдың, біттің сен. Алланың үйінен сен алыстадың да сен. Пайғамбарымыз ертең қияметте аршының көлеңкесінде Алланың қорғауында болатын 7 түрлі адамды айтқан кезде, соның біреусі жүрегі мешітке байланған адам деді, білесіздер. Уақыт бар болса болды, уақыт шықса болды, мешітке бара беретін адамды айтып тұр да. Келіп кету емес ол жерде, құлшылық жасау, ілім алу. Сондықтан мешітке келуді үзбеңіздер. Және ілім алу, кітап оқу, уағыз тыңдау сияқты, жамағатпен, мұсылмандармен бас қосу. Бұның барлығы иманды сақтайды. Ал осының қайсы бірінен не уағыз тыңдамайсың, не кітап оқымайсың, не мешітке бармайсың, не жамағаттан қашып жүрсің ғой. Жамағат звондаса болды, телефон өршіп тастайды. Сен неге мешітке келмей кеттің деп тиіседі анау деген сияқты. Сондықтан олай қашпаңыздар, мешітке келіңіздер, жамағатты мұсылман. Пайғамбар Мұхаммед пайғамбарымыздың мынадай әдеті бар. Бүкіл сахабасын таниды ғой, мысалы, бүкіл сахабасын таниды. Сөйтеді, егерде біреу көрінбей қалса, егерде Кәб қайда? Сәд қайда дегендей жаңағы сұрайды екен, ол неге көрінбей кетті деп. Мешіттің қызметінде болыңыздаршы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның кезінде мешіттің бір қызметші әйелі болған, тазалайтын. Бір сапарға кетіп, соғысқа барып қайтып келген кезде пайғамбарымыз ана әйел кісіні көрмей қалады. Ол қайда? Пәленше қайда деп сұраған кезде, я Расулалла, я Аллахтың елшісі, сіз сапарда жүрген кезде ол кісі қайтыс болды, біз оның жаназасын шығарып жерлеген едік дейді. Неге айтпайсыңдар маған дейді. Субханалла, пайғамбарымыз соның өзін біліп, іздеп, бұл пайғамбарлық өзінің несі? Пайғамбарға ғана тән қасиет. Жаназасын шығарып жерлеп қойса да, қайтадан барып сол кісінің, әйел кісінің жаназасын сол қабірдің басына тұрып, жаназасын қайдан оқығаны бар пайғамбар өзі. Өйткені Алланың мешітінде, Алланың үйінің қызметінде болудың дәрежесі жоғары, көрдіңіздер ме? Пайғамбар арнайы жаназасын оқып тұр да, іздеп барып, дұға жасап деген сияқты. Сондықтан, иншалла, Алланың сондай сүйген амалдарын істегілеріңіз келсе, осы бір мешіттің қызметінде болып, қандай көмек қажет менен айтыңызшы деп бір азғантай ғана үлес қосуға тырыссаңыздар, ол өзі үлкен сауап екен. Имандарыңызды сақтаңыздар. Уағыздан, кітаптан, жиналыстан, мешіттен алыстамаңыздар.
Аллах Тағала ұзақ өмір сүрсек те, қысқа өмір сүрсек те, Құдай сүйетін хайырлы ғұмыр кешуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла баршамыздан разы болсын. Мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып дүниеден өтуді баршамызға нәсіп етсін иншалла. Субханика Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атуба илейк. Аллаху акбар.